Қостанай облысы әкімдігі тілдер дамыту басқармасында Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілер әдеп кодексі, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңдарын сақтау бойынша тиісті шаралар өткізіліп тұрады. 2018 жылдың 11 айы бойынша мемлекеттік қызметшілерге қатысты келеңсіз жағдайлар анықталған жоқ. Жеке заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдау бекітілген кестеге сәйкес жүргізіледі. Жеке заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдау кестесі Қостанай таңы газетінде 90 сайын жарияланып тұрады. Басқармаға келіп түскен өтініштер заңды мерзімде қаралады. Сәлеметсіз бе? Қостанай облысы әкімдігі тілдер дамыту басқармасы әкімшілік құқықтық бөлімінің басшысы Бақытбек Зейнекин тыңдап тұр. Сұрағыңыз. Тілдердің облыстық тілдер дамыту орталығы Қостанай қаласы Байтұрсын көшесі 67 үйде орналасқан. Сау болыңыз. Әр мемлекеттік қызметші телефонмен сөйлескен жағдайда әдеп кодексін сақтау қажет.